Сәлем достар, жаздың аяқталуымен жеміс-жидектер мен көкөністердің мерзімі аяқталды деп көңіліңізді түсірмеңіз. Себебі жаз бойы күннің көзін сіңіріп, дәрумендерін беруге дайын күзгі жидектердің уақыты енді келді. Күзгі жидектер мұздатқышта ұзақ сақталады және дәмді әрі емдік компоттарға оңай айналады. Бүгін сіздермен ең пайдалы күзгі жидек туралы айтқым келіп отыр. Сонымен ең пайдалы күзгі жидек бұл облепиха, қазақша атауы шырғанақ. Шырғанақ биіктігі 5 метрге жететін өткір тікенекті бұталы өсімдік. Қабығы көбінесе қара түсті болып келеді. Жапырақтары ұзынша келген, жіңішке, ұзындығы 8 см, ені 1 см, сабақтары қысқа. Өсімдік қос үйлі болып есептеледі. Аталық гүлдері бір бұтақты, аналық гүлдері екінші бұтақта болады. Шырғанақтың да айрықша дәмі бар. Шырғанақ полидәруменді жинақтан тұрады. Шырғанақтан жасалатын ең танымал өнім ол оның майы. Шырғанақтың майы бактерицидті және жара жазатын қасиетке ие. Ол ауруды басып, терідегі зақымды жазады. Шырғанақтың адам ағзасына пайдасы көп, тек оны дәмді етіп дайындау білу керек. Компот дайындасаңыз, облепиха алмамен жақсы үйлеседі. Ал егер тосап жасағыңыз келсе, оған грек жаңғағын салыңыз. Шырғанақ майы аз-аздан салаттарға қосуға болады. Өсімдіктің жемісінен шырғанақ майы облепиховое масло деген дәрі алынады. Бұл дәрі ғылыми медицинада өте жоғары бағаланады. Әсіресе радиоактивті сәулелердің әсерінен пайда болған терідегі жараларды емдеуде шипалық қасиеті аса күшті. Әйелдердің көптеген ауруларын осы шырғанақ майымен емдейді. Асқазанда және ұлтабарда жара пайда болғанда да осы дәрімен емдеу арқылы жақсы нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Халық арасында шырғанақ жемісінің сұлу тұнбасын асқазан ауруларын емдейді. Ревматизмді емдеу үшін шырғанақтың жемісін жапырағымен қосып, қайнап тұрған суға салып, сұлу тұнбасын пайдаланады. Шырғанақ жемісінің 45 бөлігін, қанттың 55 бөлігін алып, араластырса, қыста өте жақсы сақталады.